Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен Қуанышбекұлы Тілек, нөмірі 87-ші жалпы білім беретін мектептің дене шынықтыру пәні мұғалімі. Мен авторлық бағдарламаның тақырыбы жалпы орта білім беру ұйымдарындағы дене шынықтыру сабағында футболмен шұғылдану үшін 5-9 сынып оқушыларына арналған әдістемелік ұсынымдары. Футбол бұл құпияға толы сан қырлы ойын. Себебі футболдағы кез келген ойынның қалай аяқталатынын және кімнің жеңімпаз атанатынын алдын ала болжау өте қиын. Тұрғындар арасында осы спорт түріне деген қызығушылықтар күн санап арта түсуде. Айта кететін бір жайт, бұл спорт түрімен жер бетінде миллиондаған адамдар шұғылдануда және танымдылығы жағынан басқа спорт түрлерінен оқ бойы алда келеді. Футбол ойынның тағы бір ерекшеліктігі ол әмбебап спорт түрі. Балалардың мектеп қабырғасында спорт үйірмелеріне футболмен жүйелі шұғылдану нәтижесінде оқушылардың ағзалары жан-жақты дамып, қимыл қозғалыс белсенділіктері артады. Қызмет ету әлеуеті артады және дене мүшелері үйлесімді жетіледі. Мектепте ұйымдастырылатын футбол сабағын балалардың дене дайындықтарын жетілдіру құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар басқа да пәндерді оқу және игерген кезде туындайтын қажу сезімін төмендету жолы ретінде де қарастырамыз. Футбол баланың бойында өзара көмекке келе білу, белсенділік, жауапкершілік және басқа да құрбы-құрдастарының ой пікірлерімен санаса білу секілді оң қасиеттерді қалыптастырады. Футбол бұл ұлдар мен қыздардың ұжымшылдық, достық қарым-қатынас орнатуларына да жігер мен төзімділік, батылдық пен танымдылық шыңына шығуларына, жаман әдеттерден аулақ болуларына да мүмкіндік беретін ойын түрі. Бұл ойынның адам ағзасына тигізетін әсері орасан зор және футболмен шұғылданғысы келетін балаларға жан-жақты қолдау көрсетілуі керек. Дене шынықтыру сабағына қатысу және футболмен шұғылдану процесінде қазіргі уақытта баса назар аудару керек. Себебі өскен ұрпақтың денсаулығы қоғамды алаңдатуда және ол бірінші кезекте балалардың аз қимылдауларымен байланысты. Футбол сабағын мектептің дене шынықтыру бағдарламасына енгізу қазіргі заманның басты талабы деуге болады. Курстың мақсаты. Футбол сабағының мақсаты оқушыларды футбол ойынымен шұғылдануға тәрбиелеу, сондай-ақ болашағынан үміт күттіретін және дарынды балаларды арнайы спорт мектептеріне іріктеу. Футбол сабағының мазмұны педагогты балалармен сабақ өткізудегі шығармашылық жолды іздеуге, түрлі конкурстар мен фотокөрмелер ұйымдастыруға бағыттайды. Сабақ аптасына бір рет 30 сағат көлемінде 5-10 сынып оқушыларымен өткізіледі. Футбол сабағы келесі міндеттерді шешуге бағытталған. Оқушылардың жалпы дене дайындықтарына арттыруға және денсаулықтарының нығайтуға, футболмен өз бетімен шұғылдануға қажет білім негіздерін игеруге, доппен ойнай білуге қажет білім мен дағдыларды мұғаліммен және құрбы-құрдастарымен бірге отырып қалыптастыруға, тәртіптілік, ұжымшылдық, әділдік, елгезектік, батылдық және отансүйгіштік секілді адамгершілік сезімдерін тәрбиелеуге, дарынды да болашағымен үміт күттіретін балаларды арнайы спорт мектептеріне іріктеуге, футбол сабағына қойылатын маңызды талаптардың бірі. Оқушылардың жан-жақты сауығуына ықпал ету, сабақ өткізетін орынды таңдау, қолданылатын жаттығуларды іріктеу, сондай-ақ жарыс түрлерін өткізу іс-шараларын балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып құру керек. Сабақты өткізу және өткізетін орынды дайындау тәртібі. Орта білім беру мекемелерінде білім беру процесін ұйымдастыру нормалары мен ережелеріне, санитарлық талаптарға, сондай-ақ дене шынықтыру сабақтарын өткізу кезінде сақтауға керек қауіпсіздік шараларына сәйкес іске асырылады. Күтілетін нәтижелер. Дене шынықтыру сабақтарында футбол бастамаларына үйрету нәтижесінде оқушыларда теориялық білім дегеннің дамуы мен денсаулыққа әсер ететін ең көпшілік спорт ойындарының бірі ретінде футбол туралы түсініп, футболдың пайда болуы және даму тарихының қызық факторларды білу, футболмен шұғылдану үшін спорттық киімге
аяқ киімге, қауіпсіздік техникасына, қимыл қозғалыс ойындарының ережесіне, футбол жарысының негізгі ережелеріне қойылатын негізгі талаптарды білу. Практикалық біліктіліктері мен дағдылары, футболмен шұғылдану үшін орынды өз бетінше таңдай білу. Сабақта және сабақтан тыс уақытта сынып, мектеп командаларының құрамында футбол ойнауға мүмкіндік беретін допты алып жүру. Біліктіліктер мен дағдыларды дене шынықтыру және спорт қызметі процесінде құрбылармен қарым-қатынас жасау біліктіліктер мен дағдыларды қалыптасады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.